Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахан Нарынқұм зауалы поэмасы. Оқу мақсатымен таныс болайық. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Сабақ мақсаты шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды. Олай болса балалар, біз қазір тыңдалым мәтінін тыңдайық. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап. Бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әру өлшемің, жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түстім егеске. Ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күрсінсем де жай көзге. Шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға. Кім қаншама шексіз сүйсе, отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең, нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем. Күліп жайсан күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп ұл өлкем. Жә қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп. Тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйге, есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең, ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем. Мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадір тұтам, қиялдауды ертең талғам өзгерер. Шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кезгелер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Балалар, енді құрамдас бөлшектерге назар аударайық. Оқиғаның басталуы. Махамбет өзіне келетін ажалдан алдын ала білу. Оқиғаның дамуы. Батырды қапыда өлтіріп басын алуы. Оқиғаның шиеленісуі. Батырдың басын алып, әкесіне сүйіншілеп келген оның мақтануы. Оқиғаның шарықтау шегі. Әкесінің ашуға мінуі. Оқиғаның шешімі. Әкенің үкім шығарып, баласын жазалауы. Жеке жұмысты орындайық. Шығарма үзінділерін оқи отырып, кейіпкердің іс-әрекетіне талдау жасаймыз. Ойыңызды түйін кестесін толтыру арқылы тұжырымдаймыз. Әттең біздің сор маңдайлы жайықта, ерлер аз ғой баралатын байыпқа, тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айыппа. Адам емес, ең бірінші, надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған.
Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай қып әкеңді, мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сондағы нарсың қатеңді, кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Тиын кестесін толтырамыз. Менің ойымша, себебін бұлай түсіндіремін, оны мынандай факторлермен анықтаймын және бұлай қорытындылаймын. Білім алушылар дескриптормен таныс болайық. Шығарма үзінділерінде кейіпкерлердің іс-әрекетін талдайды. Өз ойларын түйін кестесін толтыру арқылы тұжырымдайды. Ал балалар енді топтық тапсырманы орындаймыз. Шығармадағы әке мен бала образын талдау жасаймыз. Жасалу тәсілдерін анықтаймыз. Бағалы дескриптормен таныс болайық. Шығармадағы кейіпкерлердің типін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Шығармадан нақты дәлелдер келтіру. Оқулықпен жұмыс. 148-ші беттегі 5-ші тапсырманы ашамыз балалар. Батыр баян поэмасындағы баян мен Нарынқұм зауалы балладасындағы әкенің іс-әрекеттерін салыстырыңдар. Не себепті олар өз бауыры мен баласына қатал үкім шығарды? Халық, ел намысы дегенді қалай түсінесіңдер? Ал балалар, сабағымызды аяқтайық. Бүгін алған білімдеріңізге кері байланыс берейік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.